Бауыр аурулары қаншалықты қауіпті? Бауыр ауруларының түрлері көп. Егер бауыр циррозасы асқынып кетсе, адам ағзасы үшін өте қауіпті. Сол үшін де бауыр ауруларының белгісі байқалған сәтте бірден дәрігерге көрінген жөн. Бауыр адам ағзасына зат алмасу үрдісіне қатысады. Бауырдың адам ағзасына қандай маңызы бар? Бауыр ауруларының алдын алу үшін не істеу керек? Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалары аса. Достар, біздің арнаға көрермендердің 99%-ы арнаға жазылмай көреді екен. Сондықтан арнаға жазылып қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. Бауырдың адам ағзасына маңызы. Лимфа түзуіне, қан ұюын реттеуде бауырдың атқаратын қызметі зор. Бауыр қанның тұрақты құрамын сақтауына да қатысады. Қанмен келген амин қышқылының бауырда белоктар, глюкоза, фруктоза, глицерин, май қышқылы түзіп, қандағы көмірсулар бауырда гликогенге айналады. Бауырдағы зат алмасу үрдістері әр түрлі ферменттердің қатысуымен жүрсе, оны жүйке жүйесімен түрлі гормондар реттеп отырады. Бауыр ластанған кезде ыдырау өнімдері, буындардың, терінің, тамырлардың және тағы да басқа дені сау мүшелердің тіндеріне жинақтала бастайды да ауру туғызады. Бауырдың кез келген зақымдануы, әдетте шлактанудан бастап елеулі ауруларға дейін симптомдарсыз, әсерсіз тамырда болады. Бауыр циррозының белгілері қалай білінеді? Бауырдың ісінуі тосын және созылмалы болады. Бауыр тосыннан іскен кезде адам түшкіргенде, жөтелгенде, қатты шаншып ауырады да несеп күреңденеді. Бауыры тосыннан ісінген адам көбінесе шөп түстес құсады, қызуы көтеріледі, жүзі сарғайып, қанының іруінің ауыр жағдайына ұшырай бастайды. Бауырдың тосыннан ісінген кезде дәрігерлерге қаралу керек. Бауыр созылмалы ісінгенде жоғарыдағы құбылыстар анағұрлым баяу, қауіпті, қатері төмендеу болады. Жалпы бауыр ауруының белгілері жұмыстан қажып шаршау, ұйқышылдық, ауызға кермек дәмнің келуі, көкіректің қыжылдауы, бауыр төңірегінің ауыр тартуы. Бауырдың шлактанғанын көрсететін алғашқы белгілері: жиі бас ауруы, түндегі ұйқысыздық, күндізгі ұйқышылдық, майлы, ащы немесе қалбырланған ас ішкеннен кейін оң жақ қабырғаның астындағы тартатын әлсіз ауырсыну, тәбетсіздік. Бауыр созылмалы ісінгенде оң жақ қабырғаның астыңғы жағына қайнатылып жұмсарған картопты басқан дұрыс. Мұндай жағдайға душар болғанда майлы тағамдарды, қантты, крахмалды заттарды аз жеп, диета ұстаған дұрыс. Бұл дерттен толық айыққанша ас бұршақты, фасоль мен боб тағамдарын, қырыққабатты, маринадталған және қуырылған тамақты мүлдем жемеу керек. Адамдағы бауыр ауруының сыртқы белгілері: детоксикация, функцияларының орындалуының нашарлауы, қандағы зиянды заттардың жиналуына әкеледі. Ауру бауырдың алғашқы сыртқы белгілері мен симптомдары терінің өзгеруін қамтиды. Сарқырамалық, ісіну, құрғақтық, керекинг, пилинг, қышу және сызаттардың іздері, терілеу. Бауыр аурулары терідегі көріністер. Бауыр аурулары бет жағындағы белгілері. Патология топтарына ұшыраған адамдар жиі жасына қарамастан безеуден зардап шегеді. Бауыр ауруының белгілері: былғарыдан қатты ағып кетуі мүмкін. Саңырауқұлақтар негізден терең және тері астында жатады. Пальпация кезінде пирсинг және ауырсыну бар. Бұл жерде бауыр ауруының белгілері әлі де байқалады. Жабық комедиялар, қара нүктелер, милиум, іріңді безеулер. Бауыр ісігі диагнозы қойылғаннан кейін емдеу мүмкіндігінше тезірек басталуы керек. Егер қатерлі ісік ерте сатысында диагноз қойылса, бұл сирек кездеседі. Ол тек бауырға локализацияланады және хирургия жеткілікті болады. Ісікті хирургиялық жолмен алып тастау ауруды шеше алады. Егер ол қатты зақымданған болса, бауыр трансплантациясы қажет болуы мүмкін. Бұл әлемдегі ең күрделі және қымбат операцияның бірі. Алайда ауру өте дамымайынша, симптомдар пайда болмағандықтан хирургиялық араласу жеткіліксіз. Бұл жағдайда дәрігерлер химиотерапияны, сәулелік терапияны, иммунотерапияны
дәрі-дәрмекті немесе бірнеше комбинацияны таңдауға мәжбүр болады. Емдеу әрқашан сәтті бола бермейді және іс жүзінде бұл өмір сүру деңгейі төмен онкологиялық аурулардың бірі. Сондықтан ең жақсы ем алу алдын алу. Егер жоғарыда аталған алдын алу шаралары сақталса, бұл қатерлі ісіктің дамуы айтарлықтай төмендейді. Бауыр үшін емдік шөптер. Халықтық емшілер мен медицина бұрыннан бері ас қорыту ауруларының күрделі емдеуге бауыр мен өт көпіршесі үшін шөптерді қолданып келеді. Өсімдіктердің биологиялық активті қосылыстары тазартады, қылқаламды кетіруге көмектеседі, бауыр жасушаларын жоюдан қорғайды және тіндерде қалпына келтіру процестерін бастайды. Нашар уыттылық пациенттердің фитопрепараттарға жақсы төзімділігі оларға дәрі-дәрмектен артықшылық береді. Дозаны төмендетуге және олардың жанама әсерін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Бауырды қалпына келтіруге арналған шөптер. Дененің ерекше қасиеті оның функцияларының қалпына келтіруі және зақымданғаннан кейін тіндерді қалпына келтіру болып табылады. Шөптер оған көмектесе алады. Өсімдіктің құрамын жақсарту үшін өсімдіктерді жиі пайдаланатын қасиеттері оның кетуін жақсартады, спазмды және қабынуды төмендетеді және оң жақта гипохондриядағы ауырсыну, ас қорытуды қалпына келтіру, бауыр үшін ішу керек сипаттарды қалпына келтіру. Жамбас, жабысқақ жапырақ, балғын гүлдер өлмейтін, жарма, мүкжидектің жемістері, бауыр ауруының алдын алу. Бауырға пайдалы жеміс-жидек тағамдар көп. Олардың ішінде төмендегі тағамдар бауыр ауруларының алдын алуға немесе қайта емдеуге көмектеседі. Адам бауыр циррозасымен ауырғанда оған әртүрлі дәрі-дәрмектер шипа болуы мүмкін. Мұндай жағдайда халықтық медицинасы шомырды емге қолдануға кеңес береді. Өйткені бауыр циррозасы мен холециститке өт жолы кеселі кәдімгі шомыр пайдалы. Ол өт пен асқазанның шырышының бөлінуін реттеп ас қорытуды дұрыстайды. Алайда жүрегі мен ұлтабары ауырып, асқазанда жоғары қышқылды гастритті жарасы барларға жақпайды. Балды әсіресе бауыры және өті жолы ауыратын адамдарға көбірек тұтынады. Оның белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, творог, сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс. Кейде шомырдың ішін үңгіп, оған балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан соң дайын болған шырынды өт жолы ауыратын ересек адамдарға ас қасықпен, ал балға шай қасықпен 2-3 рет беру керек. Мұндай әдіс өт жолы мен бүйрекке құмтас жинаудан сақтайды. Грек жаңғағы. Ежелден бері оны халық медицинасында аурулардың кең көлемін, әсіресе асқазан, ішек тракті мен бауырдың ауруларын емдеу, алдын алу үшін грек жаңғағы қолданылып келеді. Грек жаңғағы жалпы нығайтқыш, қабынысқа қарсы, жара бітіргіш, бактерицидтік және қан тазартқыш сипаттарға ие. Өт айдағыш әсері бар. Бауырды патологиялық әсерден қорғауды қамтамасыз етеді. Грек жаңғағы асқазан спазмдары мен бауыр шаншуларын жақсы басады. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Келесі кездескенше аман жүріңіздер.